Сәлеметсіздер ме? Жамбыл атындағы орта мектебінің 7-ші Б сынып оқушысы Найманқұл Кәрім. Табиғатты аяла, жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің аудандық форумы. Жасыл клуб номинациясы болашаққа көзқарас бақыты. Менің жобамның тақырыбы ауылдың экологиялық жағдайын жақсарту. Тақырыптың өзектілігі. Әр адамның қоршаған ортаның проблемаларын түсінуі, оның өмір сүруге қолайлы етуге және оған мүмкіндігінше аз зиян келтіруге тырысуы маңызды. Жұмыстың мақсаты: ауылдың экологиялық жағдайын бағалау және антропогендік жүктеме деңгейін анықтау, сауықтыру шараларын өткізу бойынша ұсыныстар әзірлеу. Экологиялық проблемалардың ауылға әсері. Топырақ эрозиясы. Топырақ эрозиясы ауыл шаруашылығына үлкен зиян келтіруде. Су көздерінің ластануы. Су көздерінің ластануы халықтың денсаулығына қауіп төндіруде. Ауаның ластануы. Ауаның ластануы тыныс алу органдарының ауруын тудырады. Ауыл шаруашылығының экологиялық зардаптары. Химиялық тыңайтқыштар. Химиялық тыңайтқыштар топырақтың құнарлылығын азайтады. Пестицидтер зиянды жәндіктерді де жояды, бірақ пайдалы жәндіктерді де өлтіреді. Суды шамадан тыс пайдалану су ресурстарының азаюына әкеледі. Су ресурстарын тиімді пайдалану жолдары. Тамшылатып суару суды үнемді пайдалануға мүмкіндік береді. Су қоймаларын салу суды жинауға және сақтауға көмектеседі. Суды қайта пайдалану су ресурстарын сақтауға ықпал етеді. Қалдықтарды басқару және қайта өңдеу. Қалдықтарды сұрыптау, қайта өңдеу зауыттары және де компостау. Жасыл технологияларды енгізу мүмкіндіктері. Күн энергиясы. Күн энергиясы экологиялық таза энергия көзі. Жел энергиясы ауылдық жерлерде кеңінен қолдануға болады. Биогаз мал шаруашылығының қалдықтарынан өндіріледі. Экологиялық білім беру және халықтың қатысуы. Экологиялық сауаттылық. Халықтың экологиялық сауаттылығын арттыру маңызды. Экологиялық акцияларға халықты өзіне тарту. Экологиялық ұйымдармен ынтымақтастық орнату қажет. Біздің ұсынысымыз егіншілік жерлердің тозуының алдын алу мақсатында химиялық тыңайтқыштың орнына табиғи тыңайтқыш, яғни биогумусты қолдану. Ауыл жолдарының жиегіне қоқыс жәшіктерін орнату. Ауыл ішіндегі ағаштарды бей-берекетсіз отауға тыйым салу. Және де темір жол бекетінің жанындағы қоқыс полигонындағы жұмыстардың дұрыс ұйымдастырып, қоқыстарды дұрыс тазалауға залалсыздандыру. Мемлекеттік қолдау және оларды қаржыландыру мүмкіндіктері. Бірінші гранттар, екінші субсидиялар және де үшінші жеңілдіктер. Ауыл экологиясының жақсартудың болашағы. Ауыл экологиясы жақсарса, халықтың жағдайы да жақсарады. Және де жасыл технологиялар ауылдың дамуына ықпал етеді.